Усейн Болт әлемнің ең жылдам адамы атақтарына ие ямайкалық спринтерші. 8 дүркін олимпиада және 11 дүркін әлем чемпионы. Спорттық мансабында жүгіруден әлемнің 8 рекордын орнатқан. Әлемнің ең жылдам адамның үздік мотивациялық сөздері мен өмірлік қағидаларын ұсынады. Ямайканың үздік жеңіл атлеттерімен жарысу барысында оларды жеңу үшін баспен ойлауды керектігін түсінді. Сондықтан жарыстарда қарсыласымның мықты және әлсіз тұстарына ерекше мән беремін. Мен 400 метрге жүгірістің финалында Жермени Гонсалеспен жарысатын болдым. Жермени ол кезде ұлттық чемпион болатын. Ол өте жылдам еді. Бір рет ол менімен жарысып озып кеткен. Сондықтан мен оны таза жылдамдықпен емес ақылмен жеңу керектігін түсіндім. Жарысқа бір апта қалғанда досым Энджи екеуміз Жерменидің жүгіру тактикасын зерттеп, айла тәсілдерді ойластыра бастадық. Энджи маған алғашқы шеңберді бар күшіммен жылдан бастауға кеңес берді. Оның ойынша, егер мен басынан бастап Жермениді артқа қалдырсам, ол уайымдай бастайды да өз ритмін жоғалтады. Мен досымның ақылын тыңдадым, бәрі Энджи айтқандай болды. Мен бірінші келдім. Біз өзімізді әлемдегі ең ақылды адамдар ретінде сезіндік. Маған мықты қарсылас, үлкен алаң, қиын сынақ бер. Сонда мен өзгеремін. Сонда нағыз өзімді табамын. Бақтыма орай жаттықтырушы маған ауырлықты қабылдауды үйретті. Оның айтуынша, бұлшық еттерің қақсап, денең ауырлықта. Көтере алмай тоқтауды талап етіп тұрса да, ештеңеге қарамай тағы 2-3 шеңбер жүгіруің керек. Сонда ғана күшейесің. Менің жеңіл атлетикадағы жеңістерімді озалатын бір ғана адам бар. Ол мен бәрі үшін ең қиын қарсыласпын. Өз заманымның аңыз адамымын. Спринтер үшін шешу рөлді өзіңе деген сенімділік ойнайды. Ол кезде түсінбесем де, жаттығуға немқұрайлы қарауым жарыстарда жеңілуіме тікелей әсер ететін. Ережелер мен нұсқаулықтар спортшыға жүгіру кезінде жарақат алса, қалай қалыпқа келу керектігін көрсетеді. Бірақ жеңіліс тапқаннан кейін қалай рухани емделу керектігі жайлы ешқандай сөз жоқ. Жан дүниеңді түсіну, тәніңді дамыту секілді маңызды. Шыдамдылық, рухани күш, міне осы туралы еш жерден оқи алмайсың. Спринтерші мұндай заттарды тек жеке тәжірибесі арқылы біледі. Мен ойыңды жаман заттарға билетуге болмайтынын түсіндім. Себебі жақсы старт, дұрыс ақыл кеңес сияқты менің рухани мықтылығымда маңызды. Миымдағы шектеулерді жеңген күннен бастап менің ойым нағыз чемпионның ойына айналды. Әкем үшін сыйластық маңызды болатын. Ол өз үлгісі арқылы маған барлық адамдарға сыйластықпен қарауды үйретті. Не істесең де, бәрі өзің үшін екенін түсінуің керек. Мемлекет екінші орында. Отырып алып, адамдар мен туралы не ойлады деп ойымдауға болмайды. Мен мақсатымды күнде есіме түсіріп отырдым. Ойымды жалқаулық басқан кезде өзіме сұрақ қоятынмын. Сен өзі не қалайсың? Саған бәрінен артық не керек? Одан кейін ойыммен әдемі үйдің, қымбат көліктің суретін саламын. Әлі осылай күнде өзіме мотивация бердім. Өзіңе бәрінен артық жаттығу жасауға құлшынысың болатындай мақсат қой. Жеңістің кілтін тап.